Қош бол мектеп алтын ұям, ұшып барам мен сенен. Қош бол достар, қанаттанып самғады. Қош бол ұстаз, еркелігімді көтерген. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалар. Ақ жол бізге тіледім, ұстаздарым қала бердің тағы да. Азық етіп жүрермін ақылың мен біліміңді жаныма. Қош бол мектеп алтын ұям, ұшып барам мен сенен. Қош бол достар, қанаттанып самғады. Қош бол ұстаз, еркелігімді көтерген. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалы. Жаңа өмірді бастадық, армандарға аттанайық достарым. Алдымызда сан соқпақ, өшпесінші лаулай түссін оттары. Қош бол мектеп алтын ұям, ұшып барам мен сенен. Қош бол достар, қанаттанып самғады. Қош бол ұстаз, еркелігімді көтерген. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалы. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалы. Ұстаздар келе қойыңыздар. Сынып жетекшілер келсінші бірінші. 4 сынып жетекшіміз. Барлығымыз фотографқа қарай әдемі бір качественный сурет болсын. Sen
алтыннан ардақты күмістен салмақты керемет ұстаздарымыз келіп отыр. Ұстаздарымызды бірінші отырғызып жайғастырайық. Келіншектер бөлек отыратын болды ғой, қыздар жігіттер араласып отыратын болдық. Келіншектерден рұқсат алынды. Бірақ келіншек қызғанатындар отырсын келіншек астына. Қорқатындар, арасында бар деді ғой жаңағы. Аяқтардатындар бар деді. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок. Ал құрметті менің ұстаздарым, құрметті сыныптастарым, бүгін өте бір керемет күннің куәсі болып жатырмыз. Бүгін 5 мамыр біздің 20 жылдық кездесу болады. 2002 жылдың түлектері 85 жылғылар. Өте ырзамыз. Мен сыныптастарыма әрқашанда мықты денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Алла бұйыртып 30 жылдықта, 40 жылдықта, 50 жылдықта кездесе берейік аман есен. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Дендеріңізге саулық тілеймін. Әрқашанда қуаныштарда, жақсылықтарда Алла бас қосуымызды нәсіп етсін. Барлықтарыңызға өмірде сәттілік тілеймін. Әрқашанда жолдарыңыз ашық болып, осындай кездесулерді әрқашанда ұйымдастырып, басымыз аман болып, әрқашанда қуаныштарда жүздесе берейік. Баршаңызды құттықтаймын 20 жылдықпен. Бәріңізбен танысқандарыма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға тілейтінім денсаулық, бақытты болыңыздар, жақсы тілектеріңіз әрқашан орындала берсін. Осылай ендігіде келесі 30 жылдықта, 40 жылдықта кездесіп жүре берейік, біз сіздігіміз жоғалмасын. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш, өзіміз аман болайық. Я вообще в шоке, құдайы не деген шабылақ мынау. Ассалаумағалейкум, Қожа Ахмет Яссауи дейді анасы бар, Әл-Фараби дейді арасы бар, Домала Қарашаштай анасы бар, Баян Сұлу қыз жібек сарасы бар, Төле Әйтеке Қазбектей шешені бар, Құтқонған Қонаевтай көсемі бар, Абайдай ақына, Бауыржандай батыра, Тоқаевтай елбасы бар, ардақты Алашеле құрметті қандастар, 20 жылдық бас қосу кеші құтты болсын. Рахмет, енді бірден былай жасайықшы, көңіл күйлеріңіз біліп олайық, жаңа сыртта тұрдыңыздар, ішке кірдіңіздер, енді бір-бірлеріңізді көрдіңіздер. 20 жыл бойы бір-бірін көрмеген азамат пен азаматшаларымыз бар, дұрыс па? Музыкасыз барлығымыз бірге ұстаздардың құрметіне шабылдау бірақшы осы жерде. Аз. Кетекші, сынып жетекшілер 100 жасасын дегендер шабылдау. Пән мұғалімдер 150. Сынып жетекшілер 200. Жете ма? Как будто мен жас бере жердің жұмысында барса жетеді. Құдай қаласа Алланың берген жасын осындағы міне көрмұшқа 2002 жылы Шәкәрім атындағы жалпы орта мектепті үздік бітіріп, бірі үздік бітіріп, бірі сіздердің қандарыңызды ішіп бітірген осындай шәкірттеріңіз қазір бір-бір үйдің тіректері болып жатыр, дұрыс па? Бір-бір үйдің біреуі түтінін түзу шығаратын келін, біреуі бір-бір үйдің кәдімгідей
отауын ұстап тұрған сондай бір отағасы болып отыр. Осылар көп жазасын ба? Көп жазасын, шапалақ ұрып қояйық. Рахмет. Енді осы жерде біздің алтындай міне красавчик Арыстаннан да айбатты, Жолбарыстан да қайратты, Түркістан облысы бойынша номер 1 красавчиктер Шәкәрім мектебінің жігіттері 100 жазасын деп шапалақ. Ал енді сұлулығына 80 мыңның сұлулығын қоссаңда жетпейтін самая очаровательная, обаятельная, сочная, мощная қыздар 200 жазасын деп шапалақ. Рахмет. Ал енді келіншектер жазасын. Өрін яғылды. Балдар жайып жүрші. Бәріміз ұрайық. Құдай қаласа осы келіншектердің құрметіне шапалақ ұрған жігіттердің келіншектері тоқал алуға рұқсат берсін. Көк костюмдағы бір адамға вообще қызық емес, тоқал оқ. Мәңгілікті болу бәрі. Құдай қаласа, не де болса мәңгі бақытты болыңыздар. Осыдан мен міне красавица алтын жеңгелерім аман болсын. Осы жеңгелеріміздің арқасы болып осылай күліп ойнап жүргендеріңіз. Енді бүгінгі керемет кешіміздің түндігі түрін бетпердесін ашып беруге, осындағы өздеріңіздің саналарыңызға, миларыңызға әріптің А әріпін сіңдірген, оқытқан, білім берген, бойындағы барын берген, нәрін берген ұстаздарымызды мен ортаға шақырайын. Осыдағы жалпы сынып жетекшілер бастауыш мектепті бітіргізген, одан кейін осы үлкен буынды бітіргізген сынып жетекшілерді ортаға шақырайыншы. Осында 4 сынып жетекшіміз бар деп дұрыс па? 400-ге бір. Орнымызда тұрмасақ да тұрғандай шапалақ ұрайықшы. Келіңіздер, ұстаздар, сынып жетекшілер. Отырып жайғасақ болады. Енді әдемі тәтті тілек өздеріңізде. Сіздер сондай алтын жансыздар. Бұл кісілердің өміріндегі өте бағалы жансыздар. Аналарымыздан кейін біз сіздерді құрметтейміз. Той құтты болсын, 20 жылдық мереке құтты болсын. Алла тағала осындай мерекеден берекеге жеткізіп жүре берсін. Үлкеніміз сынып жетекшілерден апайымыз ба апай келіп қойыңыз. Кеш жарық, құрметті оқушыларымыз, 85-ші жылымыздың ұл-қыздарымыз, қонақтар, апайлар, ағайлар, келіндер, 20 жылдықтарың құтты болсын, кездесулерің құтты болсын. Қуанып жатырмын, өте қуаныштымын сендерді көріп, 2 сынып, А сыныбы, Б сынып бөлінбей бірге өткізіп жатқандарың өте керемет, тамаша. Ынтымақтарын арта берсін, бірліктерін, достықтарын арта берсін. Құдай қаласа, мені естіп жатырмын, барлығын үйлі баранды болсындар, бала шағалы болсындар. Мені құттықтаймын. Өсіп өніңдер, балапандарыңды өсіріп, мені жеткізіңдер, тәрбие беріңдер, білім беріңдер. Құдай қаласа, кеше жігіттер оператор жігіт үйге келіп сұрап жатыр да, қандай не болды, айтып беріңізші дейді. Менің балаларым да, қыздарым да бәрі тәртіпті, тәрбиелі болды. Ешқайсынан проблема болған жоқ. Қайсын нені айтам? Барлығы жақсы оқыды, қыздарым да, балаларым да мына жақсы оқып бітіріп, барлығы бір-бір мамандықтың иесі болды, бір-бір үйдің жаңа иесі болды. Өсіп өніп жатыр, қуаныштымын сендер жаңағы. Не деймін, барлықтарында өсіп өніңдер. Құдай қаласа осында жаңа 30 жылдықта бар 4 кездерін түгел кездесіп, міне ол кезде барлықтарын жаңағы қыз ұзатып, келін түсіріп дегендей, апа болып, ене болып дегендей, міне құда-құдағи болып кездесе беріңдер, достықтарың арта берсін, ынтымақтарың арта берсін, не деймін. Бақытты болыңдар, табысты болыңдар, берекелі болыңдар, ынтымақтарың арта берсін. Пендерің сау болсын. Тойларың тойға бассын. Әрдайым тойда кездесіп жүрейін. Бастауышта сабақ берген Тамара апай. Құрметті де қадірлі ағайлар, апайлар, оқушылар дейміз ғой енді, балдарым, қыздарым. Мына 20 жыл өтіпті, енді 38-ге келіңдер ғой, біздің аяғымызды алып қалысындар. Не дейміз, барлықтарыңа бақыт тілеймін. Отбасыларыңда тыныштылық, аманшылық болсын. Өсіріп отқан қыздарың рахатын көріңдер. Бір жастықта қосқандарымен қосығарып қартайыңдар. Не айтамыз? Бақытты болыңдар, бір үйдің баласындай барлықтарың ауызбіршіліктерің бұзылмасын.
міне неше жыл істеп жатырмық, міне бірінші рет деп отыр, мен шынымды айтсам. Рахмет балдарға, ұйымдастырып жатқан Ермахан, Бауыржан балдарға ерекше, әсіресе Құралбай, Ашимов, бәріне рахмет, барлықтарына. Міне рахмет көптен көп. Мына енді бір-бірлеріңнен ажырамай, сіздесіп, араласып, бір үйдің жаңағы араласыңдар. Екі көз мейірде дейді балалар, қыздар. Сол екі көз мейірде дейді, көрген сайын мейір болады бір-бірлерге, мейір шапағат болсын. Аманшылық болсын, үлкен дастархандар, Құда қаласа үлкен осындай 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта бас қоса берейік. Бақытты болыңдар, рахмет шақырғандарға, бәріңізді шақырып, ағайларды, апайлар. Тойларын тойға болсын, өмірлерің ұзақ болсын, береке табыңдар, жақсы. Бастаушыда сабақ берген Гүлнар апай. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар және оқушылар, міне бітіріп кеткен түлектерім, балдарым, міне үлкен 20 жылдық кездесу кештерін өткізіп отырғансыңдар. Осы ат салысып, осы кешке ат салысып жүрген балдарыма, қыздарыма, келіндеріме көптен көп рахмет айтамын. Бұл үлкен дүниені басқарып істеу өте оңай емес. Ал енді мынау жасап отырған дастархандарың әр уақытта жақсылыққа жайылсын. Үйлерінде тек қана той болсын, бала-шаға көбейе берсін. Біздің жолымызды сендерге берсін. Бақытты болыңдар, жұптарыңмен аман есен жүре беріңдер. Құрметті менің кішкентай 20 жыл бұрынғы 2002 жылы бітірген балаларыма сабақ берген ұстаздар, бүгінгі 20 жылдық менің оқушыларыма келіп, қадірлі қонақ болып отырғандарыңыз, келгендерің үшін мың алғыс айтамын. Дендеріңіз сау болып, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Ал балалар, бүгінгі кешті ұйымдастырып, осындай үлкен дастарханда бас қосқызғандарыңа үлкен рахмет айтамын. Бұл да бір ұйымшылдықтың, көргенділіктің, тәрбиеліктің белгісі деп ойлаймын. Енді не айтамын сендерге? Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Мен де осы отырған апайлардың, ағайлардың, балаларының 20 жылдық, 30 жылдық кездесулерінде, дастархандарында отырып, кездесулерінде отыратын едім. Менің де балаларым шақырады деп ойлайтын едім. Мен де төбем көкке жетейін деп тұр қазір, мәртебемді көтеріп, сондай бір құрметке бөлегендеріңе алғысым шексіз, дендерің сау болсын, ынтымақтарың жазылмасын, бақытты болыңдар. Дендерің сау болып, өмірлерің ұзақ болсын. Барлықтарыңа жақсылық тілеймін. Қазақ еліміз аман болсын, жұрт аман болсын, мемлекет аман болсын. Әрқашан жақсылықта, бақытты күндерде кездесіп жүре берейік. Рахмет, айтқандарыңыз келсін, Құдай қаласа. Енді апайлар, біздің класста ондай оқушы болмаған. Біздің класс өте тәртіпті деген ондай болмайды. Бір кәдімгі осы класста барлығы түгел отыр, осы жерде жігіттер де отыр, қыздар отыр. Бір арасында бір жақсы оқыған бар ма? Бір кәдімгі жақсы, сіздің көзіңізге түсіп, сіздің кәдімгі өзіңіздің туған балаңыз или қызыңыздай болып өткен кім? Біреу. Біреу? О, бәрі дейсің, болмайды. Явно бәрі жақсы оқымаған. Ең бірінші бәрі жақсы оқыған, мен де бәрін ұмытып бітіргенмін. Міне Марова, так, Момункулова, Махамбеталиева, бәрі жақсы оқыған мен де. Махамбеталиева, иә. Енді неше жыл өтіп кеттім, 20 жыл өтіп. Жанылбеков, Арена, Бауыржан, Кеналиев міне. Осы жақсы оқыған балдар. Тек қана қыздарды айттыңыз, балдар ше. Билейік енді. Бопты, кім? Бірінші кімді айтты жаңа? Бірінші кімді айтты? Шәріпова дедіңіз. Түлеева. Түлеева, қайда? Кемет ме? Гүл, Әкәді көріп тұрып жақсы оқыған. Енді бір аңдай бар ма? Ішінде бір бұзық кәдімде ше. Қой десе де қоймай. Сразу көрсін. Дәулетов!
Дәулетім қайда? Дәулет қайда? Жинаят шербесі. Енді осы абайларымызбен ортасына тұрып келіңіздер. Абайларымыздың бір құттықтап қолына қойсаңызшы. Ұш біз үшін ұстап тұрып. Ой, абайларымызға рахмет. Алла разы болсын. Ал енді осы кісілермен радио естелікке бірінші суретке соға келіңіздер. Осылай бір екі оқушыны шақырып, бір екі жағында тұрғызып суретке түсірейін дедім. Енді жақсы бір сурет болсын келе ғой бауырым. Жақсылап түсіріп алайық. Мектепті бітіріп, бітірген уақытымызға 20 жыл болыпты. Бүгін таңда осы 20 жылға кеш жасап жатырмыз. Шәкәрім мектебінің 2002 жылғы түлектері. Ол 1985 жылы туылған азаматшалар. Бүгінгі кеш құтты болсын барлықтарыңызға, отбасыларыңызға тек қана аманшылық, дендеріңізге саулық, барлықтарыңыз жақсы өткізіп алуға тілектеспіз. Мына мұғалімдерімізге қош келдіңіздер дейміз. Бүгін өздеріңізді көргенге қуаныштымыз. Осындай тарихи сәтте біздің қуанышымызға, ортақ болғаныңызға мыңдан бір алғыс. Құрметті бүгінгі кешке жиналған қонақтар, бүгінгі 20 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Келесі 20-30 жылдыққа, 40 жылдыққа осылай бас қосып жүруді Алла нәсіп етсін. 20 жылдық құтты болсын. Осы біздің алтындай ұстаздарымызды бүгін біз алтынмен аптаймыз, күміспен қаптаймыз. Біздің сынып жетекшілер, ең жақсы сынып жетекшілер деп мақтаймыз. Мына отқандар көре алмай отыр ма, не шапалақ соқпаймыз осы кісілерге. Ал ұстаздарға сияпат табыстаймыз. Гүл шоқтары, осы гүлдей құлпырып жүре беріңіздер. Ешқашан қартаймаңыздар, ешқашан ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Осындағы жігіттер қыздардың атынан 18 караттық алтын бриллиант қол соғып қояды. Ақылшы дос қоярманы, қарынасың саған осы аяулады. Ұстазым мен сені ұмытамын, үйретемін өмірдің парастарын, ары ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым ақылшы дос қоярманы. Осы алтында жапырайып жүре беріңіздер, Құдай қаласа. Енді қазір апай жаңадан мода шықты ғой. Егерде осындай 20 жылдық отқан балдар, қыздар, өстіп бастауыш сынып бітіргізген апайына алтын тақса, ескі алтын алады кенді сағанда жүгісті болсын деп тамадаға беріп кететкен. Ескі алтында не арман? Әзілдеп адық қой, Құдай қаласа тойға жақсылыққа тағып бара беріңіздер, қол соғып. Енді келіңіздер, суретке солай естелікке осы ұстаздарымызбен, ой, әдемі сурет болсын, әдемі естелік болсын. Арасына тұрып алайық. Сынып жетекшілер, біз сіздерді еркелеп шақырып секілдеп билетіп болғанымыз жат болар. Келіңіздер, отырып жайғасыңыздар, бүгін кештің куәсі болыңыздар, бұйырған дәмнен жеп алыңыздар, дем алыңыздар, астарыңыз дәмді әрі сіңімді болсын. Енді жігіттер келіңіздер. Кеше ғана Турцияда өткен байқауда бас жүлдені жеңіп алды осылар. Шапалақ ұрып қояды. Аренада өнер көрсетуіңізді дегендер шапалақ ұрып қояды. Арасында өздеріңіздің класстастарыңыздың ол қыздары да бар. Қыздардың арасында осы кісілердің бір өнері өрге жүзе берсін. Әрқашан өнерлерін өрде, алтын бастарың төрде болсын. Ешқашан тіл көз тимесін, Алла тіл көзден сақтасын. Сіздерге деген бірінші қазақта әдемі сөз бар ғой. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, нағыз қатын қатын емес, нағыз қатын кобра деймін. Сондай бір сөз бар еді ғой. Енді осы әдемі бір домбыраның үнімен алдарыңыздағы бұйырған дәмнен ауыз тиіп,
дем алып, жеп алып отырыңыздар, астарыңыз дәмді әрі сіңімді болсын. Қазақ күйі адайдан бастаймыз ба? Ал кеттік, адай күйі сіздердің құрметтеріңізге. Әнімасы арасында жүн қосып алды бәхілі сіздердің құрметтеріңізге ән шырғай берді. Ал осыған қыз жігіттердің орындауында әден бірі ән болсын, білетіндер әнге қосылып болсын. Ал енді ақыры барлығымыз келгеннен кейін тағы да бір әнімізді тарту етейік. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы дайындалған әніміз.
Жас ойнай берсіңдер, тағы әдемілеп болсалар. Осы кісілерді үйретіп, осы менен барлығына домбыра үйретіп жүрген Сапаргүл апайға қош соғып қояйық, болсалар. Тағы бір сіздердің құрметтеріңізге шабылақ шабыт береді дейді ғой, өнер адамын өз шабылақ қоздырады екен. Шабылақпен шабыт беріп отырайық. Рахмет, көп жасаңыздар. Ал енді сіздерге арнайы дайындаған сыйлықтары бар. Осыдан мына 20 жылдық иелерінің 2002 жылғы түлектердің араларыңызда осы 2022 жылғы түлектер бар екен, Құдай қаласа. Сол кісілерге осы кісілердің жолын берсін, сіздер де 20 жылдық тойлаңыздар. Жетпей қалғандар арқаға барсаңыздар, арқада береді тағы да. Егер де сыйлық алмағандар болса, осыдан ұйымдастырушы жігіттерге барсаңыздар, өздері сіздерге жеткізеді. Апайымызға гүл шоқтары, Сапаргүл апайымызға Алла разы болсын, осыларды үйреткен апай болса қояйық. Енді үлкен рахмет, өнерлеріңіз өрде, алтын бастарыңыз әрқашан төрде болсын дейміз. Рахмет баршаңызға. Бізді оқытқан ұстаздар және біздің құрдасымыз болып, таудай мектепке тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан класстастарымыз. Біздің
сол мектеп табалдырығын сыртқа шығып аттағанымызға 20 жыл толып отыр. 20 жылда көп нәрсе өзгерді, көп нәрсе көрді. Бірақ осының барлығын осы жетістікке жетіп, аман есен жүріп, өмірде көп шешілмейтін нәрселерді шешуге үлесін қосқан бізге берген ұстаздардың тәрбиесінің арқасында дейміз. Бізді оқытқан ұстаздар және кластастарым, мына 20 жылдарымыз құтты болсын. Барлықтарыңызға өмірде шынайы бақыт, үлкен жетістікке жетіп, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан ойлап күліп, қартаймай, әрқашан бізге ақылдарыңызды аямай айтып сөйлеуіңізді өтініп сұраймыз. Біз әрқашан сіздердің алдарыңызда оқушымыз. Қандай жасып үлкен болып кетсек те, бәрібір сіздердің алдарыңызда оқушымыз. Сол үшін сіздерді әрқашан ұстаз көреміз. Қандай биіктерде ел басқарып, басшы болып кетсек те, біз бәрібір сіздерді ұстаз деп құрметтейміз. Рахмет. Ұстаздарға мың алғыс. Ал мына 20 жылдық мерейтойды тойлап жатқан, ұйымдастырып жатқан мына жігіттерге көп рахмет. Не дейміз, 20 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық тойлай беріңіздер. Тойларыңызды жақсылап өткізіп алуға тілектеспіз. Асабалардың алтын ордасына осындағы жалпы пән мұғалімдерін ортаға шақырайық. Келіңіздер, пән мұғалімдері осындағы ұл-қыздарымызға деген ақ тілектеріңізді, сібір ниеттеріңізді білдіріп кетіңіздер. Пән мұғалімдері апайларымыз бен ағайларымызды ортаға шақырайық. Әдемілеп бір көңілді көтеріп билеп-билейік. Бүгін қуаныш. Өтірімді көңіл күймен шықтыңыздарына көріп тұр, көңіл күйлеріңіздің қандай болып тұрғаны, Алла разы болсын. Енді үлкеніміз қайсы, үлкеннен бастайықшы. Үлкен апайымыз, келе қойыңыз, апай. Және шәкірттер, сіздердің тойларыңыз құтты болсын, той-тойға ұласын, той бола берсін, араларыңызда сыйластық көбейіп, бір-бірлеріңізбен барлық уақытта сыйласып жүріңіздер. Біз сияқты мұғалімдеріміз құрметті қонақтар бола берсін. Рахмет сіздерге. Енді бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Асыларынан ізгі мақсаттарыңызға жетіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына қазір жаңа Қазақстан бүгінгі референдумның барлығы сіздер үшін, болашақ үшін болып жатыр. Сондықтан да жаңа Қазақстанға атсалысып, соның жақсы ұрпақтары, ұландары бола беріңіздер. Көптен көп рахмет, бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Мына мұғалімдерді, оқушыларды осыны ұйымдастырған жігіттерге, қыздарға өте көп рахмет. Бұл оңай тірлік емес, бірақ өте жақсы нәрсе. Ынтымақты болыңыздар, аман болыңыздар. Құрметті балдарым, қыздарым, түлектер деп айтып отырмыз ғой. Бірақ мен үшін әлгі дейсеңдерді көрсем, кластарында балдарым, қыздарым дейіп өтті. Оған дейміз бері. Сендер есейсеңдер солай айтып өтті. Мына бүгін не деген ғажап күн, мына балдар, не деген бақытты күн бүгін, айтыңдаршы. Бәрінің басын қосылып, өздерін бір-бірін қашаннан көрмегендері бар іштейміз, олай ма? Не деген татулық, не деген береке жыл бұл, не деген береке тәтті күн бұл. Сондай күндерің құтты болсын. Мына бүгін бәрінің басын қосылып, 20 жылдық мерекені атап өтіп жатырсыңдар. Апайлардың, ағайлардың басын қосыласыңдар. Сендерге көп рахмет, айналайын. Бір жасап қалдық деп қояйықшы бізде. 20 жыл шегіндік апайлар, сендер сияқты бізде жаңа кластас болмасақ та бір ұжымда қызметтес болған балдар, қыздар өміз ғой енді. Сондықтан біз бір семьядаймыз, өте бір-біріне тату едік. Әліге шейін татулығымыз жазылған емес, гәптеспіз әлі. Басымыз қосылып тұрады біздің де. Сол сияқты сендер де соны тілеймекшім ғой енді. Сендер де осындай тату, тәтті болыңдар әрқашан. Мінеке 20 жылда мен байқап тұрсам, жақсы өзгерістер болған сияқты. Бәрі шетіне әдейі өткізіңдер. Ол кезде оқушы кездерде
сендер. Сондай әдемісіңдер қазір. Көрікті бәрің. Иә, міне ол да бір өзгеріс. Отбасылы болдыңдар, бала шағалы болдыңдар. Құдайға шүкір, осыған балар. Сондықтан не деймін сендерге? Енді тек жақсылық деймін ғой. Сендердің өмірлерің әрқашанда осындай қуанышты, тату-тәттілікпен өтсін. Бала шағаларың аман есен, балаларың да өссін. Дендерің сау болып, замандарың тыныш болып, референдумда бүгін апай жаңа дұрыс айтып өтті. Референдумда бүгін енді жаңа өмір, жаңа Қазақстан бастаймыз деп тұр ғой. Сол жаңа Қазақстанда өмір сүру нәсіп етсін бәріңе. Мен осы балаларға математика сабақ берген кезде ше, осы апай, анау Берек апай біледі. Апай, құйып тастайын, сабақ өтініш. Шетіне математик болады ғой. Десіп те қоймаймын ғой жаңа. Осылардың бәрі математик болатындай құйып пісіп оқытқан жайымыз бар. Бірақ енді айтайын деген шындығында бәрі математик болмайсыңдар, бірақ өмірде есептерін тура бастай алайын бәрінің. Жолдарың ашық болсын, отбасыда бақытты болыңдар бәрінде. Келешекте балаларың сіздердің үміттеріңді ақтайтындай, тәртіпті, тәрбиелі, үлгілі, не дейді, отличник болып мектеп бітіре берсін. Солардың тойында бір-біріменен араласып, жұптарын жазылмасын. Ешқашан. Мынау, не дейді, қазықта бар ғой, ағайынның атауызғанша деп атады болсам, ағайын тату болса деп атады ғой, ал енді өсімде бір үйім бар, кластастар үйімі деген үйім бар. Сол үйімдардың әрқашан бір-біріне бас тосып, бір-біріне тату өмір сүруге нәсіп етсін. Бір-біріне құда болу жалғасып кете берсін ары қарай. Аман болыңдар, рахмет бәріне. Енді апайымыздың айтқысы келіп жатқан ағайынның аты озғанша кластастың тайы өссін деп жатыр ғой. Бұл ағайын әдемі тілек. Ары қарай жалғай келіңіздер. Ал құрметті мынау 2000-ның түлектері. Сол кезде кішкентай аппақ бантикпенен, ақ фартукпен соңғы қоңырауға шыққан кездерін көз алдымызда біздің кішкентай болып барлығы. Мінекей бүгін салиқалы, үш мүшел жасқа келіп салиқалы, ана салиқалы әке болып отырсыңдар барлығы. Мінекей мен ойлаймын, алғы іштерінде мүмкін күміс алқа егерлері бар шығар қыздарымыздың. Алтын алқаға жетіп олған жоқ шығарсыңдар, ең болмаса күміс алқа егері бар шығар деп ойлаймын енді. Мінекей өсіңдер, өніңдер, мінекей апайлар, ағайларым әдемі тілектер айтып жатыр. Сол тілектің бәрі періштенің құлағына шалынып, әр уақытта биіктен көрініп, ардақты ана, ардақты әке, аяулы ана болып, мынау апай ағайларымнан алған тәрбиені ары қарай үлкен екі есе, үш есе естіп жалғастыра беріңдер Құда қаласа. Мінекей апайлар, ағайлар болмаса, сіздер бәріміз бүгін бір-бірімізді көріп, бұның өзі қандай ғанибет, қандай қуаныш деп жаңа апайларым да айтып жатыр. Сіздерге көп рахмет. Мінекей сендерді көріп, біз жасарып қалдық. Біз енді сендерге сабақ беріп жүргенде, бір 50 жас, 45 жаста болған болуымыз керек енді. Ал енді сол кездеріміз көз алдымызға елестеп өзімізде бір жасарып қалдық. Ал рахмет сендерге, жаңа апайлар айтып жатыр, ұйымдастырған балалар, қыздарға да рахмет. Өсіңдер, өніңдер, ары қарай достықтарың нығая берсін, денсаулықтарың мықты болсын. Әр уақытта биіктен көрініп, шыққан тауларың әр уақытта биік болсын. Жаңа апайлар айтып отыр, ары қарай достықтарың нығая берсін. Құдағиға жалғастырыңдар бір-бірлеріңмен. Бір-бірлеріңнің төрлеріңде отырып, той-томалақтарыңда. Енді ол той келеді, қыз ұзатасыңдар, келін түсіресіңдер. Сол уақытта бір-бірлеріңнің төрлеріңде отыру нәсіп етсін. Құрметті выпускники мои, шын жүректен сендерге үлкен рахмет, еске алып, құрмет білдіріп шақырғаныңыздарға, сендердің арқаларында. Сендерді көрдім әрине, өте қуаныштымын, бірақ өзімнің сонша жыл бірге істеген мұғалімдарды көрдім. Бізге істеген жақсылық сендерге Құдайдан қайтсын, келешекте бала шағаларынан қайтсын. Да,
Енді шет тілін мұғалім болғаннан кейін, я думаю, немецкий язык вы не забыли. У меня несколько пожеланий вам скажу на немецком языке, с вашего позволения. Meine lieben Schüler, ich gratuliere Ihnen mit diesem Feiertag. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück in der Familie, Erfolg in der Arbeit. Переводить я не буду, я думаю, что вы все поняли. Gesundheit – это здоровье, Glück in der Familie – счастье в семье, Erfolg in der Arbeit – успех в работе. Ну, хочется сказать несколько слов. Бұйырды өте жақсы тіліктер, керемет тіліктер айтылды. Мен оны соны қазір орысшаға аударамын. Беспощадно судьбы колесо. И нам некогда думать о том, что здоровье для нас – это все, что мы без здоровья – ничто. Эту истину мудрый Сократ для потомков оставил давно. Несомненно, он прав 100 крат. Нам здоровье для счастья дано. Я вам желаю здоровья на долгие года. Пусть мимо пройдут несчастья, невзгоды. Пусть радостью и счастьем сверкают глаза. И только от смеха искрятся глаза. Ну а что такое счастье? Счастье – это когда в доме нет больных, в тюрьме нет родных, среди друзей нет гнилых, а среди партнеров в бизнесе нет предателей. Друзья, какое счастье, что мы еще живем. Друзья и дети рядом с нами, есть на кого ворчать весенним днем. Болезни, а кто без них? У кого их нет? Потери, но без них никто еще не прожил. Встречали мы и розовый рассвет, да и закатом любовались тоже. Ну а если мы грустим осенним днем, значит мы еще живем. Надо жить, ценить жизнь. Живите. Как пророк Мухаммед сказал, жизнь цени, пока живое. Здоровье цени, пока здоров. Богатство цени, пока не беден. И молодость цени, пока не стар. Я от всей души желаю вам, чтобы ваша жизненная чаша была переполнена здоровьем, счастьем, любовью, удачей. Ансаған армандарына жетіңдер, бай қуатым сүріңдер, өте бай болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Рахмет, қол соғып қояды. Түсіндік қой негізі, немісше сөйледі, орысша. Мен жаңа счастье деген қалдыңыз. Әдемі, тілекке рахмет. Спасибо. Я вам тоже желаю счастья, благополучия, успеха. Қандай? Соларға айтып келіңіздер, арғылай, тағы тілек жалғайық. Құрметті оқушылар, біз үшін сендер әлі оқушысыңдар. Рахмет бүгін сыйлап шақырып отырғандарыңа. Құдай қаласа бәрінің денсаулықтары мықты болсын. Міне бәрілерін көріп отырмыз. Әжептеуір, кішкентай қыздареңдер, әжептеуір, солидный, семейный болып отырсыңдар. Жақсы, барлықтарын жаңа апайлар айтып кетті, Құдай қаласа достықтарын құдалыққа жағасын. Бір-бірлерін білесіңдер, жыр-сырларыңды күшті құда-құдағи болады деп ойлаймын. Апайлар бәрін айтып қойды, тек қана жақсылықта кездессе, биіктен көріне беріңдер. Апайларын еш жоқта ұмытпаңдар, сендерге тек жақсылық тілеймін, биіктен көріне беріңдер. Кешіресіз, есіме шығып кетті. Өте рахмет. Мен где-то 4 майда только Алматыға қайтып келгем, курортта өсетте болған Сарыағашта. И 2 аптадан кейін маған звондайды Сарыағаштан незнакомый номер. Кімсің? Мен Усенов Ермахан. Я говорю, Усенов Ермахан. Я помню Тұрсына апайдың көршісі. Я говорю, мама звали Мираж. Я еду. Не болды дедім де. Апай, вот так мы вас приглашаем, деді. Апай, келіңіз. Келесіз ба? Әрине келем. Потом Береке звонит. Береке говорит, апай, сөйтіп солай барасыз ба? Барам. Потом кто-то еще мне, Тұрсына, говорит, келесің ба? Я говорю, келем. Неге келмеске? Аяғым жүрсе, көзім көрсе, құлағым есітсе. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Неге барамын? Всем рахмет. Организаторам я хочу сказать большое спасибо. Всем, кто, в общем, всем спасибо. Я желаю всем учителям,
тамаде, фотографам, всем-всем счастья, здоровья, удачи. Әлим апайдан кейін мен жаңа көріп тұрсыңдар ғой статусымызды. Менің сіздерге тілерім тағы да балалар. Жаңа айттым ғой, тыныш өмір, берекелі өмір, табысты өмір бола берсіндер. Тілерім тағы да. Сендерге де жаңа біздің жасымыздан асып, зейнеткерліктен ұзақ уақыт жей беріңдер. Дендерің сау бол. Осындай 30 жылдық, 40 жылдықта кездесіп жүргенді айналайын. Ой, рахмет апайларымыз. Келіңіз апай. Ал құрметті мынау салихалы, сұлу да сымбатты, ер жігітті болып, ер жеткен жігіттер, қыздар. Мынау 20 жылдықтарын құтты болсын. Береке апай, Баян апай, мынау өзі бір тамаша сөз бар. Ұлым дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл қайдан пайда болады деп. Сондай бір патриоттық тәрбиелеген екесіздер, мынау оқушыларыңызда. Мынау елім деп тәрбиеленген балдар әрқашан өзінің айналасын еш уақытта есінен шығармайды. Міне осындай қанша кездесуге барып жүрміз. Бүгінде тамаша бір кездесудің куәгері болып тұрғаныма қуаныштымын. Береке апайдың класына, Баян апайдың класына неше жыл сабақ беріп, неше жыл ұстаздық еттім. Бір тамаша, өте тамаша сынып едіңдер. Әрқашан күлкілі, әрқашан бір көңілді отыратын сынып едіңдер. Міне сол бүгінгі көңілді, сымбатты, бір жүректеріңнен ақ-бақ болып көрініп тұрған тілектеріңді көріп отырмын. Үлкен сендерге рахмет. Нағыз Қазақстанның бір тамаша азаматтары, азаматшалары болып жетіліп келе жатыр екесіңдер. 3 мүшелі жас деп отыр, бұл оңай жас емес. Бұл жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Осы күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Міне осы жетіп, осы отырысты ұйымдастырғандарыңа үлкен рахмет. Ал енді Абай атам айтқан ғой, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кәдімгідей көрінер, бір-бірімен кезектесіп келер деп. Бүгін бізді міне алдыңғы толқынмен кездестіріп отырсыңдар. Кейінгі толқынды көріп отырмыз. Одан кейінгі толқын сендерсіңдер. Мынау білім теңіз дейді, ал мектеп кеме дейді. Сол кемеден әрқашан жүргеміз, бәріміз жүземіз. Сендердің балдарың да жүріп жатыр. Міне сол жүрген кемелерің еш уақытта тоқтамасын. Әрқашан жолдарында толқын, ешқандай бір қиындық болмасын. Тек қана өмірлерінде бақыт тілеймін. Бақытты, баянды өмір сүріңдер. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Сол өмірдің қадірін біліңдер. Бір-біріңді сыйлап, осындай керемет отырыста отырғандарыңа, бізді куәгер еткендеріңе рахмет сендерге. Айналайын көп жасаңдар. Ой, рахмет қабыл енді ағайларымыздан келіңіздер, үлкеніміз, келіңіз ағай. Ассалаумағалейкум көпшілік. Құрметті түлектер, 2002 жылда бітіргеніңіздер, мен сіздерді тойлаймын, құттықтаймын. Осы жерде апайларымыз өте әдемі сөз айтылған. Мен осы сөзге қосыламын, сізге өзінің арқасынан бір тілек нәтиже берейін. Үйде біреуі бар аман есен жүре берсін, бала шаңырағын көріңіздер, жұмыстарын алға баса берсін. Той думан сіздердікі тек болсын. Күліңдер, жүріңдер, бақытты болыңдар. Рахмет, келіңіздер ағайлар. Қысқа бір тілек білдірейік. Кеш жарық, құрметті кешегі жүрген жас сәби жігіттер, қыздар. Мен негізі ең қиын пән мен сабақ берген. Негізгі пән, математика, физика, химия, дене тәрбиесіне сабақ берген. Оймен де, дене бітіммен де сабақ берген. Өте ауыр сабақтан сабақ берген. Мынау 85-тен көз алдымда мен енді алғашқы бір 2 жыл болғанда жас кадр болып келген енді. Бәрі көреді. Әрқайсысына мысал келтіре берсем болады. Мысалы, Нысанбеков дейді, Момынқұловаға, Ғалымжан отыр. Сол сияқты әрқайсысына мысал келтіремін. Мына бүгінгі кездесу 20 жылдықтарын құтты болсын. Мына қанша сендерді көріп қуанып жатырмын. Мына апайларымызды көріп қуанып жатырмын. Әр отбасында қуаныш береке жақсылық болсын, тәрбиелеген ұлдарың аман болсын. Мына біздің шәкірттерде бір оркестр болып шықты, бәрі өзіміздің оқушылар екен. Сол сияқты үлкен белестен көріңдер. Мен жаңа кіргендер айтып жатырмын, ел ағасы болып қалыпсыңдар деп.
Бізде өттік сол ел ағасынан. Сендер де ел ағасынан ағарап өтіп, үлкен белестен көріңдер. Отбасыларың аман болсын. Жақсы. Тілек қабыл болсын. Келіңіздер абайда. Құрметті түлектер, ұстаздар, бүгін керемет, жақсы бір мерейтой өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды айтқым келеді. Мынау оқытқан ұстаздарымды көріп көз айым болып отырмын. Оқушыларымызды көріп танымай қалдым. Фамилиясын айтқаннан кейін бар, не есіңе түсіресің бе? Сол мынау керемет отырыс ма, ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Мынау 20 жыл зымырап өтіп кетті уақыт деген. Мынау шаңырақтарыңызда тек той болсын, қуаныш болсын, дендерің сау болсын. Мынау ұстаздарды ұмытпай шақырғандарына үлкен рахмет айтамын. Яғни ең алғашқы әріпті танытқан, жазуды үйреткен, бастауыштағы сынып мұғалімдеріміз, пән мұғалімдеріміз, бұл ұстаздар мен де оқытқан. Әлім апайға химиядан сабақ бергенде Менделеев таблицасын жаттап, авторлар әлі есімде. Ходаков, Эйнштейн, Глориоз. Гүлшат Баймановна, сізге үлкен рахмет. Мен институтта оқығанда 5 жыл неміс тілден свободный посещение болған. Тұрсынай апайда оқытты, Орынкүл апайда оқытқан бізді. Мынау Дәметкен апай, Жәмил апайлар сабақ берген. Мынау тарихқа жақсы неғандықтан мен тарих пәніне факультетіне түсіп, тарих және педагогиканы аяқтадым. Сөйтіп институтта қалдырған еді, қайттан келдік. Ауылға өзіміздің мектебімізді, ұстаздарымызды қимай дегенде. Тәрбие жөніндегі орынбасары болдық, біраз жыл істеп. Мынау есіңе түсі, қазір жаңа балалардың айтқан несімен сағынып есіңе түсіресің ғой. Керемет жақсы шаралар өткен еді. Соның бәрі еске түсіріп жатыр. Керемет кездер өтті. Ұстаздарға мың алғыс. Сіздердің арқаларыңызда жақсы оқу орнын бітіріп, жақсы мамандық иесі болды. Шәкірттерге үлкен рахмет айтам тағы да. Өмірлі шүбірлі болыңдар, ұстаздарды ұмытпаңдар. Мен сән тамақ дайындау қалып қысқаңыз, бір тілек білдірек келіңіз аға. Өзімде қысқа сөйлейм. Құтты болсын 2002 жылғы түлектер. Рахмет үлкен шақырғандарына. Бала-шағаларың рахатын көріңдер, қыздарың. Олар да осындай иманды, ибалы азамат болып өсе берсін. Құдай қаласа 30 жылдықтарында 4 көзіміз түгеп, бас қоса берейік. Рахмет. Рахметке қабыл болсын. Енді арнайы сіздер үшін дайындалған сыйлықтарымыз бар. Сол сыйлықтарымызды қабыл алыңыздар. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. 20 жылдық бас қосу кештеріңіз құтты болсын. Осыған рахмет. Енді сыйлықтарымыз суретке түсіп болғанша керемет ыстық асымыздай болып қалды. Кешегі билер билесіп, хандар төс қағысып өріскен Бәйтерек салтанат сарайының Сарыағаш бойынша номер 1 аспаздарының қолынан шыққан Падиша ғасы қарсы алыңыздар. Жігіттер ашайық, Падиша ғасы қарсы алайық. Суретке солай апайлар келіңіздер. Суретке.